Танысып қойыңыздар, бұл Боб және ол бүгін ережесіз жекпе-жектен тірі қалып көретін болады. Атауына қарамастан ұмытпа, бұл жерде тістеуге, пахқа ұруға, көзін шұқуға және аяушылыққа тыйым салынады. Сондықтан Бобтың арсеналы пайдасыз болып тұр. Бірінші қарсылас шықсын, жауынгер муай-тай. Оның аяғынан соққыларынан абайла Боб. Дегенмен жақсы, оның әрбір соққыларынан сақтан. Тай боксты сегізаяқ төбелесі деп бекер айтпайды. Сенің қарсыласыңның әрбір денесі потенциалды өлтіру қаруы дерлік. Гонг, демек қарсыластарды ауыстыру керек. Қазір Боб пен дзюдодан мастер шайқасады. Боб оны ары қашықта ұста. Оның ауырту тәсіліне түсіп қалмас үшін. Мысалға шынтақ тұтқасы буынның бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін. Немесе қолды бар жоғы 10 секундта сындырады. Егерде Боб беріліп үлгерсе. Уайымдама Боб, үйленуге дейін тірі қаласың. Мен гипске жатылуды уәде берем. Соңғы қарсылас қалды. Ауыр салмақ боксшысы. Оған төтеп беру үшін Бобқа 16 соққы түрін қолдануға тура келеді. Және барлық 169 стратегияны. Шынымен, осының бәрі көмектесуі екіталай. Егерде Боб тым болмаса 800 килограмм күші бар бір соққыны өткізсе, әрі бұл Бобтың қорғаныстағы басын өзінің денесінен 350 метрге алысқа жеткізуге жеткілікті. Алынған соққыларды есептегенде Бобта боксерлік деменция болуы мүмкін еді. Сондықтан Боб қазір интеллекттен қиярға жақын. Боб, сен мені тыңдап отырсың ба? Осы видеоны ережесіз жекпе-жектің жанкүйерлеріне көрсет және каналға тіркел. Жаңа эксперименттерді өткізіп алмас үшін.